Атырау облысын дүр сілкіндірген ауыр қылмыс. Күдікті ретінде 29 жастағы Сұлтан Сәрсемәлиевтің анасының шындығын айтатын боламыз. Біз осы оқиғаның астарын үңіліп, анасының айтқан шындығын ұсынамыз. Бұл істен жасырлы. Сұлтан Сәрсемәлиевтің анасы ұлының мұндай әрекетке баруына еш сенбейді. Оның айтуынша, Сұлтан мінезі сабырлы, тіпті тым жуас болған. Әкесінің қатал тәрбиесімен өскен жігіт соңғы уақытта тек отбасының қамымен жүріпті. Анасының айтуы бойынша, ол тәртіпті, жуас бала. Мұндай іске бару мүмкін емес. Әкесі қатал, содан қорқып өскен дейді. Сол күні Сұлтан жұбайын Атырау қаласына апармақ болған. Бірақ бұл жай сапар емес, әйелінің денсаулығына байланысты емделуге бағытталған жол еді. Бұл отбасының сырт көзге көрінбейтін өз қиындықтары болған. Сұлтанның жұбайы бірінші топтағы мүгедек. 4-ші баласы дүниеге келген соң, оның жүйке жүйесі сыр беріп, Сұлтан оны үнемі дәрігерлерге қаратып жүрген. Тіпті отбасылық бюджеттің де жағдайы мәз емес еді. Анасының айтуынша, келініне телефон алып беру үшін 1 миллион теңге несие рәсімдеген. Оқиғадан бірнеше күн бұрын ғана Сұлтан анасына несие төлеуге 45 мың теңге аударған. Бұл қашуды жоспарлаған адамның әрекеті ме, әлде кездейсоқ па? 11 желтоқсан күні анасы ұлымен соңғы рет сөйлескен. Сұлтан видео қоңырау арқылы өзінің Атырауда екенін, жағдайы жақсы екенін айтып, балаларын сұраған. Гүлнәр Әзімханованың сөзі бойынша, балаларын суретін көрсетіп, «Міне, балаларың аман, өзің қалайсың, Ақбаян қалай?» деп сұраған. «Жақсымын, уайымдама, тағы хабарласамын» деген. Содан кейін байланыс үзілген. Қазіргі жағдайға байланысты Гүлнәр апай өз өкінішін білдіреді. Ол тек бір нәрсеге ғана өкінеді. Балаларға уақытында сенім қаталмағаны. Күдікті Сұлтан бұған дейін күзетте, кейін жүк тиеуші болып жұмыс істеген. Анасы оның намаз оқығанын ешқашан көрмегенін, бірақ жұрт арасында ондай әңгімелердің болғанын жасырмайды. Ана жүрегі ұлының қылмыскер екеніне сенбейді. Бір жағында ауыр айыптау, екінші жағында жуас балам деген ананың зары. Тергеу амалдары әлі жалғасып жатыр. Шындық қайсы? Сұлтан шынымен осындай қадамға барды ма, әлде біз білмейтін басқа деректер бар ма? Сіз қалай ойлайсыз? Пікір қалдыра кетіңіз. Және де біздің каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, каналға тіркеле кетіңіз. Соңғы жаңалықтарды жіберіп алмаңыздар. Каналға жазылып, жаңалықтарды бақылап отырыңыздар.